біз жұма сайын жейтін нан пісіреміз. Жейтін нан пісіріп, оны көршілерге таратамыз. Енді кейбір адамдар Құранды сол жеті нанға оқу керек деп ойлайды. Бұл негізі бір оның мәселесі сәл басқаша. Негізі исламда ең жақсы амалдардың бірі ол тамақты тарату, мұқтаждармен бөлісу. Енді жеті нанға келетін болсақ, неге ол жеті біріншіден? Енді Алла Тағала ол сондай бір бір деген сандарды жақсы көреді. 1, 3, 5, 7 деген секілді сандарды жақсы көреді Алла Тағала. Сол себепті біз сол 7 деген санды таңдап, 7 нан пісіріп, көршілерге таратамыз. Тарату мақсаты ол садақа ету. Өйткені садақа ол бәлені қайтарады. Садақа ол біздің күнәларымыздың кешіруіне себепші болады. Бұның пайдасы өте зор. Егер адам білетін болса, және де көптеген хадистерде және Құранда да аяттар келеді. Мәселен, кейбір адамдар айтады, дүниеден өткен адамдар Құранда келеді. Алла Тағала мені жер бетіне қайтаршы дейді. Дүниеден өткен адам мені жер бетіне қайтаршы дейді. Сонда оның қайтудың мақсаты, ол айтады, мен егер тірілсем, садақа беремін деп бастайды. Бірақ енді бұл тек қана оның айтылған сөзі, айтқанымен ол егер оны қайтарса, ол оны істемейді. Дегендей, бұл жерде енді ең бастысы қазір тірі кезімізде жақсы амалдарды жасап кету. Ол тамақ тарату болсын, жеті нан тарату болсын, ақшалай садақа беру болсын. Тіпті күлімсіреп қарасаң да бауырыңа, бұның өзі садақа болып, яғни жақсы хайырлы амал болып есептеледі. Сол себепті ең бастысы кез келген амалда ең бастысы бұл ниет. Ал ниет қандай болу керек? Кез келген амалды Алла разылығы үшін ғана жасау. Өйткені Алла Тағала тек қана ықыласпен ғана жасалған әрекеттерді, яғни өзі үшін, өзінің разылығы, Алла разылығы үшін жасалған істі ғана қабыл етеді екен.